Сәлем достар, 9-шы сыныптың 33-ші есебі вет теоремасына кері теореманы қолданып төмендегі квадрат теңдеулердің түбірлерін табыңдар деді. Жалпы вет теоремасы бойынша біз ax квадрат, яғни квадраттық теңдеуді пайдаланатын едік. bx плюс c тең болады 0 дегенбіз. Кері теорема дегеніміз, егер де бұл теңдеудің түбірі болған жағдайда, біз жаңа қолданып жүрміз ғой, x1-ді x2-ге қосқанда ол минус b-ға тең болу керек, және x1-ді x2-ге көбейткенде ол c-ға тең болу керек деген. Яғни осы формула арқылы біз x1 мен x2-ні табу керекпіз деген сөз. Яғни біздің бірінші теңдеуіміз бойынша бізде x1-ді x2-ге қосқанда ол менде минус b дегені плюс, яғни кері минус 10 болса, мына жерде плюс 10-ға тең болу керек деген сөз. Ал x1-ді x2-ге көбейткен жағдайда ол менде c-ға, яғни 24-ке тең болу керек деген сөз. Қандай санды мысалға мен қосқанда 10 болады, көбейткенде 24 болады. Қараңыздар, егер де x1-ге мен 6-ны берсем, және x2-ге 4-ті беретін болсам, 4-ті 6-ға қосатын болсам, 6 плюс 4 мына жерде 10-ға тең болады. 6 көбейту 4, 10 менде 24-ке тең болады. Яғни жауабы 6 мен 4 болады. Енді екінші есебін шығарайық. X квадрат минус 11x плюс 24 тең болады 0 деп беріліп тұр. Бұл жерде де x1-ді x2-ге қосқанда менде минус 11 болса, плюс 11 шығу керек бұл. x1-ді x2-ге көбейткенде менде ол 24-ке тең болу керек болды. Егер де мен x1-ге 8-ді беріп, x2-ге 3-ті беретін болсам, онда 8-ді 3-ке қосатын болсам, менде 11 болады. 8-ді 3-ке көбейтетін болсам, менде 24 болады. Яғни жауабы мынандай болады. Келесі үшінші есеп. Так, x квадрат минус 12 плюс 27 тең болады 0 деді. Дәл солай шығарайық. x1 қосамын x2, менде мына жерде минус 12 болса, плюс 12-ке тең болу керек деп жазамыз. x1 көбейтемін x2, ол менде 27-ге тең болу керек. Так, егер мен x1-ге 3-ті берсем, x2-ге 9-ды беретін болсам, онда мен 3-ті 9-ға қоссам, менде 12 шығады. 3-ті 9-ға көбейтсем, менде 27 шығады. Сонда жауабы мынау болады деген сөз. Келесі төртінші есепті көрейік. x квадрат плюс 11x плюс 24 дейді. Тең болады 0. Мынаған ұқсас, тек мына жерде минус 11 болса, мына жерде плюс 11x дейді. Яғни менде x1 плюс x2, ол менде керісінше, енді плюс 11 болса, менде минус 11-ге шығу керек. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде, ол менде 24-ке тең болу керек. Так, яғни x1-ге, егер мен минус 8-ді берсем, x2-ге минус 3-ті беретін болсам, онда минус 8 минус 3, ол менде минус 11-ді береді. Минус 8 көбейтемін минус 3, ол менде плюс 24-ті береді. Яғни менің жауабым мынандай болады. Келесі 5-ші есеп. X квадрат плюс 42, x плюс 441 тең болады 0. Так, бұл жерде менде x1-ді x2-ге қосатын болсам, ол менде минус 42-ке тең болу керек. x1-ді көбейтемін x2 болғанда, ол менде 441 болу керек. Егер мен x1-ге минус 21-ді, x2-ге де минус 21-ді беретін болсам, сонда минус 21, ол менде минус 42-ні береді. Минус 21 көбейтемін минус 21, ол менде плюс 441-ді береді. Яғни менде жауап біреу болады. Екеу минус 21 деп жазбаймыз, сондықтан x бізде минус 21-ге тең деп айтамыз. Келесі 6-шы есеп. X квадрат плюс 14x минус 32 тең болады 0 дейді. Так, x1-ді x2-ге қосқанда менде минус 14 шығу керек. x1-ді x2-ге көбейткенде менде минус 32 шығу керек. Так. Бұл жерде, егер де x1-ге минус 16-ны, ал x2-ге мен 2-ні беретін болсам, минус 16 плюс 2 менде минус 14-ті береді. Минус 16 көбейту 2 менде минус 32-ні береді. Сонда менің жауабым мынандай болады. Келесі 7-ші есеп. X квадрат минус түбірасты 2 плюс 3x плюс 3 түбірасты 2 тең болады 0. Бұл негізі кішкене қиындау болып көрінгенімен, бұл керісінше оп-оңай. Яғни x1-ді x2-ге қосқанда минус болса, мынау плюсті жазбай қоямыз, түбірасты 2 плюс 3 шығу керек. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде 3 түбірасты 2 шығу керек. Бұл өзі айдан анық көрініп тұр. x1 дегенім 3-ке тең,
x2 дегенім түбірасты 2-ке тең екен. Себебі 2-ні қоссаң түбірасты 2 плюс 3 шығады. 2-ні көбейтсең 3 түбірасты 2 шығады. 8-ші есеп x квадрат минус түбірасты 2 плюс түбірасты 3 x плюс түбірасты 6 тең болады 0. Бұл да оп-оңай өзі көрініп тұр. x1 x2-ге қосқанда мынау минус болса плюс болады. Түбірасты 2 плюс түбірасты 3. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде менде түбірасты 6 болу керек. Яғни менде шешімі ол x1 тең болады түбірасты 2 болады, x2 тең болады түбірасты 3 болады. Ол өзі-ақ көрініп тұр, мына жерде. Келесі 9-ші есеп x квадрат минус 2 түбірасты 2x плюс 1 тең болады 0 дейді. Мынау кішкене күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ бұны біз логикалық түрде ойлап көрейік. x1-ді x2-ге қосқанда менде 2 түбірасты 2 шығу керек, ал x1-ді x2-ге көбейткенде менде 1 шығу керек. Енді көрейік. Бізде мына екеуін қосқаннан кейін түбірасты 2 шығып тұр ғой. Яғни міндетті түрде ол түбірасты 2 деген, тем более 2 түбірасты 2 десе, значит x1-де де, қазір былай жазайық, түбірасты 2 деген сан болу керек та. Ал x2-де де тоже түбірасты 2 деген сан болу керек міндетті түрде. Неге? Себебі екеуі қосылып тұр. 2 түбірасты 2 деп тұр. Яғни түбірасты 2-ның екеуі бар деген сөз. Значит, мынада да бар, бірде де бар, x2-де де болу керек. Енді қараңыз, түбірасты 2-ні екеуін көбейткенде бір шығып тұр ғой. Например, түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге көбейтсем, түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге көбейтсем, ол менде 2 шығады. Бір шығу үшін не керек? Маған минус 1 керек, Минус 1-ді, мысалға мынаған минус 1 деп жазсам, түбірасты 2 минус 1-ді түбірасты 2-ге көбейтсем, ол менде шықпайды. Мына жерде менде 2 минус түбірасты 2 шығады. Значит, мынаған тағы бір деме керек. Мынаған минус 1 деп жазсам, мысалға мынаған минус 1 деп, түбірасты 2 минус 1-дің квадраты болып кетеді, ол вообще формула болып кетеді, ол вообще басқа сан шығып кетеді. Сол үшін маған мынау керек қой, мына 2 минус 1 деген, минус 1 дегені шығу үшін, мен мынаны плюс 1 деп жазып жіберемін. Сонда ол уже маған формулаға келеді. Сонда ол түбірасты 2 минус 1, түбірасты 2 плюс 1 дегенім, ол а минус б, а плюс б-ның формуласы ғой, естеріңізде ғой, Ол менде не болатын еді? А квадрат минус б квадрат болатын еді. Яғни формула бойынша менде 2 минус 1-дің квадраты 1. Сонда менде 1 шығар. Мына, біз сонда шешімін тауып алдық. Енді біз мына 1-ді шығарып алдық, қалай шығатын? Енді мысалға қосып көрейік. Дәл сол мән шыға ма, шықпай ма? Мысалға түбірасты 2 минус 1 қосамын түбірасты 2 плюс 1 деп көрейікші. Мына минус 1 мен плюс 1 жойып кетеді ғой, Мына түбірасты 2 мен, мына түбірасты 2, 2 түбірасты 2 шығады, Сонда шығып тұр ғой, мынау шығып тұр, мынау да шығып тұр. Яғни біздің шешіміміз мынандай болады. Келесі 10-ші есеп. Сәл көтеріп жіберейін. 10-ші есеп. X квадрат минус 3 түбірасты 5 плюс 4 x плюс 36 түбірастында 5 тең болады 0 дейік. Мынау да кішкене қиындау сияқты болып көрініп тұр, бірақ та былай жасайық. Мына 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібергеннен кейін кішкене түсініксіздеу болып тұр, Жақшаны ашып жіберейік та 3-ті көбейтіп жіберейікші, сонда 3 түбірасты 5 болады ғой. 3 түбірасты 5 болады. Мына минус 3 көбейтілген 4, ол минус 3 көбейтілген 4, ол минус 12 болады, сонда жақшаға аламыз да x бар. X дейміз плюс 36 түбірастында 5 дейміз. Тең болады 0. Енді түсініктіреу болу керек. Қараңыздар, x1-ді x2-ге қосқанда мынаның минусы бар, яғни плюспен алам. Ол 3 түбірасты 5 минус 12 шығу керек маған. Ой, плюс қой, мынау плюс қой. Кешірім сұрайық. x1-ді көбейтемін x2 дегенде, ол менде 36 түбірасты 5 шығу керек. Мынау плюс, то есть. Енді мынау оңай көрініп тұр, өзі-ақ көрініп тұр. Қараңыздар, x1-ге 3 түбірасты 5 берсем, x2-ге 12-ні берсем, болды өзі-ақ шығайын деп тұр. 3 түбірасты 5-ге 12 қосам, 3 түбірасты 5 плюс 12 болады. 3 түбірасты 5 12-ге өтсем, 36 түбірасты 5 болады. Болды, шығып тұр уже. 11-ді шығаратын болсақ, x квадрат минус 4 түбірасты 5 x плюс 20 тең болады 0 дейді. Бұны да қараңыздар. Жаңағыдай логикалық түрде шығарамыз, бұнда тең болады. x1-ді x2-ге қосқанда менде 4
түбірасты 5 болу керек. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде менде 20 болу керек. Так, егер де қосқанда 4 түбірасты 5 болып шықса, яғни мына түбірасты 5-тің төртеуі бар деген сөз, иә? Төртеуі бар деген. Значит, ол міндетті түрде x1-де де түбірасты 5 болу керек. x2-де де түбірасты 5 болу керек. Неге? Себебі егер де x-тің біреуінде түбірасты 5, екіншісінде жоқ болса, ол қосыла алмайды бір-біріне, ол былай болып тұрады. Ал егер екеуінде де болса, ол қосылып кетіп тұр, көріп тұрсыз ба? Ол тек қана 4 түбірасты 5 деп тұр. Пока осылай жазып көреміз. Енді мысал үшін 4 түбірасты 5 деді, ал 4 дегенде мысалға 2 деп бөліп көрейікші. Мысалға мынау 2, мынау 2 десем. Мына екеуін қоссам, 2 түбірасты 5-ті 2 түбірасты 5-ке қоссам, мысалы мына қосайық. Ол менде мынаны береді, иә, 4 түбірасты 5-ті береді. Ал егер көбейтіп көрейікші, енді мысалға 2 түбірасты 5 көбейтемін 2 түбірасты 5 дейікші. 2 мен 2 көбейтіледі, ол менде 4-ті береді. Мына түбір 5 пен түбір 5 көбейтілгенде ол 5 болып кетеді, түбірден шығып кетеді, иә? Сонда ол 20-ны беріп тұр. Мына шығып тұр уже. Сонда менің жауабым мына 2 түбірасты 5 болады. Мына екеуі бірдей бола алмайды, сондықтан 2 түбірасты 5-тің өзі болады. Енді соңғы 12-ші есе x квадрат минус түбірасты 2 минус түбірасты 6 x минус 2 түбірастында 3 тең болады 0 дейік. Так, бұда x1-ді x2-ге қоссам менде түбірастында 2 минус түбірасты 6 шығу керек, иә? Ал x1-ді көбейтемін x2 дейтін болсам, ол менде 2 түбірасты 3 шығу керек. Бұл негізі өз ақ көрініп тұр. Бұның өз ақ көрініп тұр. Ой, минус қой. Мына жерде минус 2 түбірасты шығу, минус болу керек. Қараңыздар, неге көрініп тұр деп айтып тұрмын? Себебі x1-ге мына түбірасты 2, ал x2 дегенім минус болып тұрғаннан кейін минус түбірасты 6 болады. Ал тексерейік. Екеуін қоссақ, мына түбірасты 2, минус түбірасты 6 болады. Ал екеуін көбейтіп көрейікші. Түбірасты 2, көбейтем минус түбірасты 6 десең, біз оны бір түбірдің минусын шығарып жібереміз, бір түбірдің астына аламыз. 2-ні 6-ға көбейтем 12 болады. Ал 12 дегенім ол ненің көбейтіндісі? 4 пен 3-тің көбейтіндісі, иә? Ал 4-тің түбірі бізде бар ғой, 2. 2-ні шығарып жіберсем, түбірдің сыртына 2 болады, сонда түбірдің астына 3 қалып қояды. 2 түбірасты 3 болады сонда. Мына менің жауабым. 2 және минус түбірасты 6 болады.